Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің пәніміз стандарттау, сертификаттау және метрология сабағы. Біз бұл сабақта стандарт жобаларының әзірлеу сатыларын өтеміз. Жалпы біздің осы мамандық саласы өте қазір қоғамда қажетті, ауқымды мамандық болғаннан кейін біз Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрлігіне қараймыз. Бұл министрліктің уполномоченный органы болады, ол техникалық реттеу және метрология комитеті болып табылады. Бұл аталған комитеттің астында 3 жеке мекеме бар. Яғни олардың іріктеп жазатын болсақ, Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты, РМК, ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы, Қазақстан метрология институты болып табылады. Жалпы бізде стандарттау дегеніміз не? Стандарттау дегеніміз міндетті түрде орындалатын және ұсынылатын талап, норма, ереже, сипаттамаларды анықтау мен дайындауға бағытталған шара болып табылады. Сонымен қатар тұтынушының сапалы тауарды, затты, өнімді қолдану құқығын қамтамасыз ететін және оларға зиянды, қауіпсіз жағын қамтамасыз ететін үлкен ғылым болып табылады. Ал стандарттау жобасы дегеніміз осы аталған барлық қауіпсіздік шараларын белгілі бір норма, ереже, қағидаға сәйкестендіріп жазатын құжат болып табылады. Жалпы бізде халықаралық стандарттар бар, халықаралық стандарт, яғни ол атап өтетін болса, халықаралық электротехникалық комитет бар, және халықаралық стандарттау ұйымының штат-пәтері Швейцарияда орналасқан, Швейцарияның Женева қаласында ISO дейтін мекеме. Яғни бұл жақта бізде бүкіл дүние жүзіндегі эталонны база орналасқан, яғни біздің сағаттарымыздың дәл жүруіне байланысты сағаттың дәлдігі де, таразының дәлдігі, жаңа барометр, қысым өлшейтін барлық құрал-жабдықтың эталоны осы жерде орналасқан. Енді қазір жалпы стандарттардың түрімен танысамыз. Біздің жалпы Қазақстан Республикасының стандартының түрі алдында КРСТ деген жазу болады міндетті түрде. Және Қазақстан Республикасы ұлттық стандарты дейтін атауы болады. Ал біздің мемлекетаралық стандартымыз бар. Яғни мемлекетаралық стандарт дегеніміз ол жаңағы барлық ТМД елдері, тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүше елдердің аралығында қолданыла беретін стандарт, ол мемлекетаралық госстандарт деп аталынады. Және де біз қазіргі кезде көбінесе осы мемлекетаралық стандарт ГОСТ пен ГОСТ-Р, яғни Россияның стандартын көбінесе шатастырып ала береміз. Шатастырмас үшін егер ГОСТ-Р дейтін, Р дейтін жазу болса, яғни бұл Ресей мемлекетінің ұлттық стандарты болып табылады. Осы жағын аса мұқият болғандарыңыз жөн. Міне осы жерде айырмашылығы келтірілген ГОСТ пен ГОСТ-Р. ГОСТ болса, яғни біздің мемлекетаралық стандартымыз, ГОСТ-Р болса, ол Россия Федерациясының ұлттық стандарты болып табылады. Яғни ТМД елдерінің ішінде ғана қолданылады деп едім ғой. Оның ішінде ол Әзербайжан, Армения, Белоруссия, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан, Украина сияқты елдер кіреді. Бағана атап өткеніміз. Енді стандарт жобаларын әзірлеуге кірісейік. Мен осы стандарт жобаларын әзірлеу барысында мысал ретінде Қазақстан Республикасының КРСТ-ен деген 450-де 1 стандартын мысалға алдым. Бұл жаңағы летучая залалит ұшпалы күлге арналған стандарт. Осы стандарттың негізінен әзірлеу жобаларын атап өтейік. Жалпы осы стандарт жобаларын жаңағы әзірлейтін барысында кез келген мекеме, яғни мемлекеттік организация болсын, жеке мемлекеттік мекеме болсын, олардың бәрі бізге заявка берді жылдың басында. Яғни стандарт әзірлеудің жоспары құрылады. Және де жоспар құрылып, яғни осы ағымдағы, например, 2021 жылға 1000 стандарт әзірлену керек деген жоспар құрылады. Оны біз керек стандарттардың бәрін қараймыз. Қадағалау комиссияның барысында нақты әзірленетін стандарттар тізімі белгілі болғаннан кейін ол әзірлеушінің қолына беріледі. Яғни әр стандартқа өзінің жеке әзірлеуші мамандары әрекет етеді. Сол тарапта ең алғашы бізге осы стандарт жобасының ағылшын тілін береді, яғни шет елдегі тілін береді. Оны жаңағы алғашқы басылымды осы стандарттау және сертификаттау институтындағы тіл саласының мамандары ағылшын тілін орыс тіліне аударып, жаңағы разработчик әзірлеуші маманға дайындық береді екен. Сосын әзірлеу уже орыс тіліне аударғаннан кейін әзірлеуші ең басында мынадай қате жібермеу керек. Қандай қате? Мысалы, стандарт жобасы жыл көлемінде 1 жылға созылатын процесс болғаннан кейін, ол әзірлеуші 1 жыл уақытын құртады, әзірлейді. Нәтижесінде ана стандарт, жаңағы әзірленген стандарт бұрын болған екен, яғни қайталанып жатыр.
Бұл кезде жаңағы әзірлеушінің бүкіл еңбегі зая кетеді да, бүкіл процесс аяқталып қалады орынсыз. Сол себепті осы стандарт әзірлеу барысында біз оның қайталанбауын тексеруіміз керек. Қайталанбауын тексеру үшін бізде арнайы сайттар бар. Ол жаңағы халықаралық стандарттау ұйымының ISO сайты. Мына жерде біздің Қазақстан Республикасы стандарттау және сертификаттау институтының стандарттар мемлекеттік қорының сайты, сосын жаңағы Россия Федерациясының ФУГУП дейтін сайты. Осы үш сайтпен біз стандартымыздың қайталанып қайталанбайтынын тексеруімізге болады. Енді жаңағы бізге мамандар ағылшын тілінен орыс тіліне аударып бергеннен кейін біз оны алғашқы басылымға келтіреміз. Яғни бұл деген бұл жерде оформление жасаймыз, безендіру. Аталған стандартымызды осындай ұлттық стандарт, Қазақстан Республикасы ұлттық стандарты деген неге келтіреміз. Сосын арнайы стандарт ережесіне сәйкес аты жөнін жазамыз стандартымыздың. Және де әр бетіне жаңағы парақша беттерін қоямыз. Сөйтіп безендіру жұмыстарын жүргізеді екенбіз. Одан кейін стандартты бірінші басылым әзірлегеннен кейін біз стандарт туралы хабарландыру жібереміз. Хабарландыру ол Қазақстан стандарттау және сертификаттау институтының арнайы интернет сайтында жарияланады. Бұл хабарландыру не үшін? Яғни бізге заявка берген басқа мекемелер осы Қазақстан Республикасында осы 2021 жылға арналған қандай стандарттар әзірленеді және олардың характеристикасына мінездемесін білу үшін біз жариялайды екенбіз. Сосын одан кейін хабарламадан кейін түсіндірме хат жариялаймыз, яғни пояснительная записка деп аталынады. Бұл жерде стандарттың жаңағы не үшін әзірленіп жатыр, бұл стандарт қандай мемлекеттік органдарға қажет, қандай саланы қамтамасыз етеді, сол жайлы және де Қазақстан Республикасының қандай заңын реализует, яғни не қылады, ұлғайтады, алға тартады. Соны міндетті түрде жазуымыз керек түсіндірме хатта. Сосын түсіндірме хат жазылғаннан кейін біз стандарттау жобаларын келісімге, яғни ішіндегі жаңағы бүкіл текстін қарауға жібереміз. Мысалы алатын болса, жаңағы аталған стандарттың мысалы ретінде, мысалы 450-де летучая зала күлге арналған стандарт болғаннан кейін біз бұл қандай мекемелерге қарастырады деген сұрақ туындайды. Яғни бұл өзіміз әзірлеуші өзі жаңағы хатты жібермес бұрын ойлану керек. Бұл күл саласы қандай министрлік қарайды, қандай мекемелер қамтамасыз етеді. Бұл жерде мысалы күлді пожарный мекемесі министерствосы қарайды. Неге? Мысалы күл ол өте оттан кейінгі болған процесс болғаннан кейін ол ұшпалы. Яғни оның өрт тудыру қаупі аса жоғары болғандықтан, осы мысалы министерство жаңағы чрезвычайный ситуацияға жібереміз. Және де күл әсерленіп болғаннан кейін ол қоршаған ортаға да зиянын тигізуі мүмкін. Сол себепті біз экология министерствосы жібереміз, энергетика министерствосына жібереміз. Өйткені күл әзірлену барысында неше түрлі ГРЭС, ТЭЦ-тен қанша энергетика көзі бөлініп шығады. Сол сияқты көптеген мекемелерге, жеке мекемелерге, НПП мекен бар, бәріне жібереді екенбіз. Ассоциация бар, испытательный лаборатория бар, ОПС бар, бәріне жібереміз. Одан кейін нақты өзімізде тізім қалыптасқаннан кейін біз сол аталған тізім бойынша әр мекемеге хат жазамыз. Оны осы стандарт жобасының келесіге арналған хат деп атаймыз. Бұл хатта жаңағы стандарт жобасының жалпы аты, және де қандай мерзімге дейін жаңағы жіберіп отқан мекеме жауап беру керек, соның сұрағын қойып, әзірлеушінің электронды почтасын жазып жібереді екенбіз. Бұл хат арнайы осы Қазақстан стандарты және сертификаттау институтының арнайы бланкісіне шығарылады. Және де жаңағы тіркеу номері беріледі. Одан кейін біз хатымызды жібергеннен кейін әртүрлі тараптан бізге хаттар, яғни пікірлер келеді. Бұны біз жаңағы стандарт бойынша жаңағы ұсыныстар мен жаңағы толықтырулар деп есептейміз. Мысалы, алдарыңызға мысал ретінде, мысалы, министерстводан келген хат, яғни стандарт жобасына пікір жоқ болса, ешқандай пікіріміз жоқ деп жазады. Ал егер жаңағы толықтырулар өзгертуде керек болса, олар өзінің ұсыныстарын жазады екен. Аталған ұсынысты әзірлеуші толық зерделейді, стандартқа сәйкес қабылдауға болады ма дейтін шешім қабылдап, арнайы комиссиямен қабылдайтын болса қабылдайды. Егер ұсынысты және ережені басқа мекеме тарапынан келгенде қабылдамайтын болса, оған белгілі бір обоснование болу керек, зерттеулер болу керек. Не үшін қабылдамады? Қандай заңның қандай бабына байланысты, немесе ереженің қандай нұсқаулығына байланысты қабылданбады, соны толықтай жазып кету керек. Одан кейін осы техникалық жаңағы барлық хаттар келгеннен кейін
осы мекемеде жаңағы техникалық талқылау деген болады. Яғни мысалы бағана негізге алған күлге байланысты болғаннан кейін біз бұл стандарт жобасын осы көмір саласында қазіргі таңда Қазақстан Республикасына қызмет етіп жатқан техникалық комитет номер 6 деген бар. Ол Қарағанды қаласында орналасқан. Ол жақта осы күл саласын жетік меңгерген мамандар отырады. Біз соларға жібереміз. Біздің стандарт жобамызға осындай хаттар келді, біз осындай пікір алыстық, біздің осы жобамыз дұрыс па деп жібереміз. Ол жақтағы эксперттер, яғни сол мекеменің директорлері, жаңағы эксперт аудиторлары осы стандартты қарап, жобаларын қарап, бізге баға береді екен. Одан кейін жаңағы ол техникалық жаңағы комитеттен алған неміз бар, ескертуіміз бен толықтыруларымыз бар, және басқа мекемеден алған хаттарымыз бар. Соның бәрін арнайы свод отзывов дейтін болады. Соған жинайды екенбіз. Мысалы, мына жерде индустрия және инфрақұрылым министерствосынан ешқандай приложение, замечание келмеген. Хаттың номерін және келмегені туралы жазамыз. Мына жерде келмеген экология министерствосынан, энергетикадан да ешқандай замечание келмеген, бірақ мына комитет чрезвычайных ситуациядан бізге көптеген ескертулер мен толықтырулар келген екен. Біз оның бәрін осы свод отзывқа жазады екенбіз. Одан кейін бәрін жазғаннан кейін жаңағы ескертулердің бәрін ескеріп, стандарт жобасының екінші басылымын дайындаймыз. Ол вторая редакция деп аталынады. Бұның ішінде барлық мекемеден алынған ескертулер мен толықтырулар толықтай ескерілу керек. Келесі осы стандарт жобасының екінші жобасын әзірлегеннен кейін біз бұны сол саладағы эксперттерге жібереміз. Эксперттерге біз жіберген кезде мынадай делоға алып, стандартымызды жаңағы басылымнан шығарып, мына бір критерий бойынша папкаларымызды толықтырып, эксперттерге жібереді екенбіз. Ол эксперттер стандарт жобамызды толықтай қарайды. Егер жаңағы ішінде толықтырулар немесе әзірлеуші тарапынан кеткен қателіктер болса, эксперт түбегейлі қарап, мынадай парақшаға өзінің жаңағы ойын, жаңағы ұсыныстарын жазып жібереді екен. Одан кейін эксперттен шыққаннан кейін ғылыми техникалық кеңес деген бар. Бұл жаңағы осы аталған әзірлеуші отырған жаңағы мекеменің директоры, орынбасары, осы стандарт жобасын әзірлеуге жауапты мамандар осы стандарт жобасын экспертизадан кейін талқылайды. Бұл жерде бұл стандарт жобасын қорғаушы, ол әзірлеуші түбегейлі қорғап, эксперттің көмегімен қорғап шығуы керек. Бұл жерде яғни стандарт не үшін әзірленіп жатыр, жаңағы бұны қандай мекемелер қолданылады, біздің Қазақстан Республикасының қандай ережесін немесе қандай бағдарламасын жүзеге асырады, сол бойынша талқылаулар болады. Одан кейін техникалық кеңес біткеннен кейін бізге ғылыми техникалық комиссия болады. Бұл ғылыми техникалық комиссия ғылыми техникалық кеңестен бұл өте жоғары этаптағы, яғни бұл министерство көлемінде болады. Бұған стандарт жобасын әзірлеуші мамандар қатыса алмайды, тек сол мекеменің директоры біздің әзірлеуші атынан қорғап шығады екен. Бұл жерде уже министерство тарапынан комиссиялар отырады, және де әзірлеуші мекеменің директоры осы стандарт жобасын түбегейлі қорғап шығады екен. Нәтижесінде бұл стандарт егер барлық ережелерді ескеріп, барлық қағидаларға сай стандарт болатын болса, бұны бұйрық түрінде жаңағы техникалық реттеу және метрология комитетінің төрағасы бұйрық жүзінде бекітеді. Бұл осы сіздерге ұсынып отырмын. Бұйрықтың жалпы түрі қалай болады, жазылуы қалай болады, осы бойынша жасалынады. Және де бұйрық арқылы шығады, стандарт жобасын бекітіледі. Одан кейін бұл стандарт жобасы аяқталды дейтін ой туындамау керек. Бұл стандарт жобасын ең соңына дейін біз сопровождать етуіміз керек дейді. Яғни бұл стандарт әзірленіп болғаннан кейін стандарт жобасының мемлекеттік қорына өткізуіміз керек. Бұл мысалы мемлекеттік қордың ішкі құрылымы мынадай жаңағы жәшіктер болады. Бұл жәшіктер жаңағы табиғи апаттарға өте төзімді. Мысалы от болса өртенбейтін, суға батпайтын деп айтамыз, сондай жәшіктер. Яғни бұның ішінде стандарт өте қауіпсіз жерде орналасады. Бұл жерде жан-жағында камералар болады. Сондай орын. Мынау жаңағы айтып отқан біздің техникалық реттеу және метрология комитеті, стандарттау мекемесі, метрология мекемесі, ұлттық сараптау және сертификаттау орталығының орналасқан Астана қаласындағы головное. Яғни сол жағалау, левый берег, Мәңгілік ел 12 адресіне орналасқан.
сондай мекемеде қазіргі таңдағы сіздер мамандықтарыңыз бойынша мамандар өзінің ел үшін еңбегін жасап жатыр. Міне, мына жердегі сағатты ескеріп отырсыздар ма студенттер? Бұл сағат жаңағы айттық қой, ИСО Швейцариядағы сағат дәлдігімен тура жасалған сағат, секундына шейін ешқандай қателік жоқ. Егер Астана қаласына барсаңыздар, сағаттарыңызды дұрыстағыңыз келсеңіздер, осы сағатпен дұрыстап алсаңыздар болады. Бұл эталонный сағат. Осымен біздің сабағымыз жалпы аяқталды. Өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Стандарт жобасына қатысты ұсыныстарыңыз болса айта кетіңіздер.